Оның қызыл және ақ логотипі әлем халқының 94%-на таныс. 2005-тен 2011 жылға дейін ол әлемдегі ең қымбат бренд болып саналды. Қазір ол әлемнің 200-ден астам елінде сатылады. Сіз оны дүкеннен кем дегенде 4 күнде бір рет сатып ала аласыз. Бұл атау әлемдегі жарайды деген сөзден кейінгі екінші маңызды термин. Сәлем, қымбатты достар. Менің атым Арга Мустиян, ал сен менің YouTube каналымда ағылшынша сөйлейсің. Бүгін біз бәріміз бірге Coca-Cola'ның барлық құпияларын ашамыз. Ендеше, жайғасып, бастайық. Кокс ағзаға өте жағымсыз әсер етуі мүмкін. Гастритпен немесе асқазанмен байланысты проблемалары бар адамдарға оны ішуге тыйым салынады. Сусынның құрамында қанттың көп мөлшері бар. Сондықтан қант диабетімен ауыратын науқастарға оны ішуге тыйым салынады. Кокстың кальцийді ағзадан шығару қабілеті бар. Бұл оның жетіспеушілігіне әкеледі. Оны үнемі тұтыну бүйректің зақымдануына әкелетіні дәлелденді. Классикалық кокстың құрамына қант, пигмент, фосфор қышқылы және көмір қышқыл газы кіреді. Coca-Cola бастапқыда кокаин жасау үшін пайдаланылған тропикалық кока жаңғақтары мен кока өсімдігінің жапырақтарынан жасалған. Айта кету керек, ол кезде кокаинге тыйым салынбаған, өйткені адамдар оның зиянды табиғаты туралы ештеңе білмейтін. Сондықтан кокаин еркін сатылды. Көбінесе ләззат пен бонусты арттыру үшін алкогольдің орнына сусындарға қосылды. 1916 жылы бизнес өзінің шарықтау шегіне жетті. Сол кезде Coca-Cola бүгінгі күнге дейін өте танымал бөтелкелерде сатыла бастады. Coca-Cola құрамында тазалау құралдарында қолдануға болатын бірқатар химиялық заттар бар болғандықтан, ол тазартқыш ретінде де әрекет ете алады. Агент. Ол көп жағдайда дәретханалар мен шәйнектерді тазалау үшін қолданылады. Ол ыдыс жууға да қолданылады. Ол ыдыстарды кәдімгі суға қарағанда әлдеқайда жақсы тазартады. Дегенмен, онымен тістеріңізді де тазалауға болады деп айта алмаймыз. Бұл оларды шынымен сарғайтады. Қазақстандағы жеңіс алаңы Coca-Cola көмегімен тазартылғаны да қызық. Coca-Cola көліктердің әйнектерін, сондай-ақ қозғалтқыштарды өте жақсы тазартады. Айтпақшы, Coca-Cola жеткізушілері онымен жүк көліктерінің қозғалтқыштарын жуады. 1886 жылы американдық дәрігер және фармацевт Джон Памбертон оңтүстік Американың кока өсімдігінің жапырағы сығындысы мен африкалық тоник жаңғағының дәмді, хош иісті қоспасын жасады. Ол бұл сироп шамадан тыс жұмыс, стресс және тіс ауруымен ауыратын адамдарға көмектесе алады деп ойлады. Алдымен сироп Атлантадағы үлкен Джакопа дәріханасында 5 центке сатылды. Алайда Coca-Cola сусыны абайсызда жасалған. Сиропты араластырған кезде сатушы абайсызда шүмектерді араластырып, кәдімгі судың орнына газдалған суды құйып алған. Нәтижесінде алынған қоспа Coca-Cola'ға айналды. Бұл сусынның атын Памбертонның есепшісі ойлап тапқан. Бастапқыда сода түсі жасыл болған деген миф бар. Бөтелке жасыл түсті, бірақ сусын әрқашан қоңыр түсті болды. Алғашында ішімдік ішкен жоқ. Оны күніне орта есеппен 9-дан астам адам сатып алған. Бірінші жылы кокс небәрі $50 сатылды. Бұл Coca-Cola'ның өндіріске $70, ал жарнамаға $7,996 жұмсағанына лайық емес. Яғни ол бірінші жылы ешқандай пайда келмеді. Алайда сатудан түскен табыс бірте-бірте өсті. 1888 жылы Памбертон сусынды Эйс Григгс Кандлерге небәрі $2,300 сатты. Ал 1892 жылы Эйс кәсіпкері Григгс Кандлер Coca-Cola компаниясын құрды. Ол Coca-Cola өндірісін бастады. Алайда 1890 жылдардың аяғында адамдар кокаинге деген көзқарасын өзгертті. Ал 1903 жылы New York Tribune газетінде Coca-Cola масқара американдықтардың ақ нәсілділерге шабуыл жасауына себеп болды деген мақала пайда болды. Содан кейін Coca-Cola'ға жаңа кокаин жапырақтарын қосудың орнына олар барлық кокаинді кетіретін сығынды қосты. Содан бері Coca-Cola'ның беделі экспоненциалды түрде өсті. Coca-Cola өнертапқышы Джон Памбертонның есірткіге тәуелді болғанын аз адамдар біледі. Ол тамыз айында 1880
1988 жылы Атлантада 57 жасында алкогольсіз сусынмен брендті жасағаннан кейін 2,5 жылдан кейін кедейлікте қайтыс болды. Coca-Cola ингредиенттерінің нақты құрамы әлемдегі 2 адамға ғана белгілі. Сондықтан оларға бірге саяхаттауға рұқсат етілмейді. Оннан бірінен астамы. Күн сайын дүние жүзінде миллиардтаған доза кокс тұтынылады. Суды қоспағанда дүние жүзінде күнделікті тұтынылатын 55 миллиард сусынның оннан бір бөлігі ғана миллиард Coca-Cola брендіне тиесілі. Coca-Cola өнімдері дүние жүзінде өндірілетін сусындардың 31%-ын құрайды. Дүние жүзінде алкогольсіз сусындардың 33 өндірушісі бар. Олардың жылдық табысы миллиард доллардан асады. Бұл сусындардың 15-еуі Coca-Cola брендіне жатады. Coca-Cola компаниясы әртүрлі сусындар шығаратыны сонша, егер сіз олардың біреуін күнде ішсеңіз, олардың барлығын сынап көру үшін 9 жыл қажет болады. Coca-Cola жарнамаға Microsoft пен Apple біріктіргеннен де көп ақша жұмсайды. Coca-Cola бренді 74 миллиард долларға бағаланады. Бұл Budweiser, Pepsi, Starbucks және Red Bull брендтерінен көп. Егер өндірілген Coca-Cola-ның барлық көлемі 225 грамм бөтелкеге құйылған болса, содан кейін бұл бөтелкелер бір-бірінің үстіне қойылса, олар айға ұшып 2000 рет қайта оралатын еді. Ал егер барлық Coca-Cola шайқастары жердің барлық тұрғындарына таратылса, онда әрбір адам 1,5 бөтелке алатын еді. Егер, мысалы, өндірілген кокстың барлығын бір жерге жинауға болатын болса, онда тереңдігі сантиметр, ұзындығы 35 шақырым және ені 15 шақырым болатын 180 бөтелкесі бар үлкен бассейн болар еді. Бассейн бір уақытта 512 миллион адамды қабылдай алады. Coca-Cola компаниясы жылына 300 тонна алюминийді сатуға арналған контейнерлерін жасау үшін пайдаланады. Барлығы 17 ұпай, оннан 4 ұпай шығады. Бұл ақш-тағы алюминий өндірісінің жалпы көлемінің пайызы. Дүние жүзінде секундына 8 стакан ішеді. 1904 жылы пайда болған алғашқы Coca-Cola билборды әлі де өз орнында. Ол Атлантадағы Coca-Cola World павильонында орналасқан. Оның биіктігі 9 метр, ені 8 метр және салмағы 12,5-ке дейін жетеді. Бұл тонна. Оның 100-ден 1 бөлігі 407,1 бөлігі электр шамдары және 1,1 бөлігі 9,6,1 бөлігі бар неон шамдары. Ал Coca-Cola-ның ең үлкен билборды Чилидің Арика қаласында орналасқан. Оның ұзындығы 122 метр, биіктігі 40 метр және 70-ке жуық Coca-Cola бөтелкесінен жасалған. Coca-Cola компаниясы 1928 жылы басталған Олимпиада ойындарының тұрақты демеушісі болып табылады. Coca-Cola қандақтарын кетіруде өте жақсы жұмыс істейді және Америка құрама штаттарында ол апаттардан кейін жолдардағы қанды тазарту үшін қолданылады. Егер біз стейкті табаққа салып, үстіне Coca-Cola құйсақ, онда 2 күннен кейін тәрелкеде стейктің қалдықтары да қалмайды. Қымбатты достар, сіз Arganblog English YouTube арнасындасыз. Ал менің атым Аргаус. Біз жақын арада кездесіп, қызықты жаңа жаңалықтар ашамыз.